Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылмандар, құрметті отандастар, еліміздегі жағдаяттарға байланысты қасиетті ислам дінінде бұл нәрсеге бейжай қарамайтынын баяндайды. Жалғыз құдайлық Ибрахим пайғамбардың соңынан келген діндердің баршасын қайтын болсақ, иудаизм болсын, христиан болсын, ислам діні болсын, барша діннің ұстанымы, айтып кеткен өсиетнамасы бір. Нақақтан нақақ адам өлтірмеуге, ешкімнің ала жібін аттамауға шақырады. Қазақта тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды дейді. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімнің Худжрат сүресінің 10-шы аятында былай деп баяндайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум ваттақуллах лааллакум турхамун. Шын мәнінде мұсылмандар бір-біріне бауыр, сондықтан да олардың арасын жалғап, татуластырып жүріңдер. Алладан қорыққандар үшін Алланың кешірімі бар деп айтылады. Міне біз осы аяттың түсінеміз, мұсылмандар өзгеге, тіпті ол мұсылман болмаса да оның қолынан зиян шекпеуін түсінеміз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифінде мұсылман өзге адамға тілімен де қолымен де зиян бермейді дейді. Біздің қоғамымызда осындай келеңсіз жайттардың болуы ата-бабамыздың салт дәстүрінен, дініміздің әмірінен алшақтаудан болып туындайды. Ата-бабамыздың әрбір тыйымының түбін қарасақ тәрбие жатыр. Мәселен, адамды айналма, үйді айналма деген тәрбиесі бар, тыйымы бар. Ондағысы айтқысы келген нәрсесі жер бетінде айналатын бірақ нәрсе бар. Ол мұсылмандардың құбласы болып табылатын Меккедегі қара қағбаны ғана айналуға болады. Қалған нәрсе ешқашан айналмайды деген тәрбиесі. Міне осындай тәрбиеден біз алшақтағаннан кейін бір-біріміздің сөзімізді түсінуден қалдық, бір-біріміздің ойымызды оқудан